Ән өнерімізде жарық жұлдыздай сәуле шашып, айрықша із қалдырған Шәмші Қалдаяқов, күллі қазақ халқының ұлттық мақтанышы. Еліміздің кең байтақ даласы мен аспанында қалықтаған махаббат пен сағыныш сезіміне толы Шәмші әуендері енді 21 ғасыр әлемде де әуелей беретіні ақиқат. Табиғат берген дархан дарын мен Шәмшінің әндері сырлы назымен ой сезіміңді сипай отырып, әдемілікке, жан тазалығына жол ашады. Биылғы «Менің Қазақстаным» ән байқауы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналады. Шәмші ағамыздың өзінің жүрек тербейтін, қиял қозғайтын, терең ойға шомылдыратын ғажап әндерімен халқын рухани байлыққа кенелтті. 1992 жылдан бастау алған Шәмші Қалдаяқов атындағы «Менің Қазақстаным» ән байқауы республикалық, халықаралық деңгейлерде өткізіліп келеді. Алғашқы жүлдегерлердің ішінде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Құрманбай Шойынбаев және Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткерлері Шакизада Байбатжанова, Хадиша Шалабаева, Хадиша Сейітова, Жұбаныш Шексенұлы, Әбдіхан Нұрмағамбетов, Гаухар Қаспақова, Оразкүл Дәулетова және Тоқтар Серіков, Мақсат Айтжанов, Тахмина Әшімбекова, Асқар Жүнісбеков, Жігіттер квартеті, Өркен тобы, Айнұр Керімбекова, Дана Махатаева, Жалын тобы, Ерлан Жандарбай, Нұржан Жүсіпбеков сынды көптеген әншілер елімізге белгілі өнер жұлдыздары атанды. Халық арасында ән өнерін дамыту, қазақ әндерін орындаушылар арасынан жас талант иелерін анықтау, шығармашылығына қолдау көрсету, кәсіби бағдар беру, отан сүйгіштікке баулу, ұлттық рухта тәрбиелеу. Композитор Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығын насихаттау мақсатында «Менің Қазақстаным» ән байқауы жас таланттарға 24-ші рет есігін айқара ашуда.